Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен осындай дәмі тіл үйіретін, асқабақтан жасалынатын тамақ дайындайтын боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Бізге керекті өнімдер: асқабақ, картошка, пияз, құйрық май және өз қалауыңызша кішкене болгар бұрышы. Ендеше кеттік. Қазанымызға майымызды құйып, құйрығымызды осылай әдемі етіп көбіктеп турап аламыз. Енді кезекте пиязымызды өте жіңішке етіп әдемі қылып бұны да турап аламыз. Келесі, асқабақты өз қалауыңызша турасаңыз болады. Мен осылай көбіктеп ұзынша етіп сәл турап алдым. Келесі, картошканы да осылай көбіктеп турап алсаңыз болады. Ендеше қызып тұрған майымызға құйрығымызды әбден қызарғанша әдемі етіп турап қуырып аламыз. Келесі кезекте пиязды саламыз, жақсылап араластырып қызарғанша қуырамыз. Енді үстіне картошкамызды саламыз, жақсылап араластырып қызартамыз. Келесі кезекте асқабақты салатын боламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Үстіне өз қалауыңызша кішкене қойсаңыз да болады, сәл көптеу қойсаңыз да болады, сол құясыз. Кемінде 30-35 минуттай қайнатасыз баяу отта. Мінекей, ендеше менің тамағым дайын, өте дәмді. Ендеше сіз де жасап көріңіз, ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз.